Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін Аяз ата туралы ертегі тыңдайсыңдар. Видеоны соңына дейін қараңдар. Баяғы өткен заманда кемпір мен шал өмір сүріпті. Шалдың өз қызы, ал кемпірдің өз қызы болыпты. Қыздың біреуі мейірімсіз жалқау, ал екіншісі мейірімді және еңбекқор екен. Бірде өгей шеше өгей қыздың көзін құртпақ болды. Шал үйден бір жаққа шығып кеткен кезде қызды орманға отынға жіберді. Аяз өз игілігін аралап жүріп қызды кездестірді, амандасты. «Амансыз ба?» деп қыз сыпайы жауап берді. «Бойжеткен, саған жылы ма?» деп сұрады Аяз. «Жылы, әкетай», деді қыз Аяздан дірілдеп тұрып. Аяз бет қаратпай қатты ызғарын одан сайын жіберіп, «Бойжеткен, саған жылы ма?» деп сұрады. «Жылы, әкетай», деп жауап берді қыз. Осы кезде Аяз қызды аяп, оған мейірімділігі мен шыдамдылығы үшін бір сандық жасау мен мамық киімдерді сыйға тартты. Шал үйіне келіп, «Менің қызым қайда?» деп сұрады. Оған сұрқия кемпір, «Орманда бостан-босқа қашып жүр. Жібермей қойып едік, тыңдамай қашып кетті», деді. Шал орманға келсе, үлкен шыршаның түбінде құндыз тон киіп, алтынмен апталып, күміспен күптеліп, және бір сандық сыйлықтармен қызы отыр. Шал қуанып кетті. Қызын шанаға отырғызып, оның бар байлығын тиеп үйге оралды. Қыз үйдегілеріне өзінің басынан өткен жағдайды баяндап берді. Өгей шеше мен қызы аһлеп, үһлеп жүр. Дегенмен екеуі сандық ақтарып, ондағы бар киімдерді киіп көрді. Кемпір: «Кәрі қақпас, басқа атты шанаға жылдам жек. Қызымыз екеумізді орманға апар. Біз Аяздан мыналардан да көп сыйлық алармыз», деп бажылдап жатыр. Көп күттірмей Аяз да келіп, олармен амандасты. Орманға келіп, қызы мен шешесі Аязды күтіп отыр. «Қайда жүрсің, қаңғып? Біз болсақ сені күтудеміз. Әбден тоңып қалдық. Сенің қазынаң қай жерде?» деп екі ақымақ Аязға дүрсе қоя берді. Аяз олардың мына сөздерінің көңіліне алмай, «Шешей, сізге жылы ма? Бойжеткен, саған жылы ма?» деп сұрады. Олар: «Қазынаны жылдам әкел, біз үйге қайтамыз. Қолымыз бен аяғымыз үсіп кетті», деді. Аяз оларға жауап берместен бұрылып кетіп қалды. Кемпір мен қыз Аяздың байлығын күтіп ұзақ отырды. Сөйтіп екеуі қар адамға айналып сілесіп қатып қалды. Шал қызымен тұрып жатты. Көктемде қызына бір жас жігіт құда түсті. Көңілді той жасалып, олар татулықпен бақытты өмір кешіпті. Кішкентай досым, ертегі ұнаған болса, менің каналыма жазылып кете қойшы. Мен әлі көптеген ертектер оқып беретін болам. Рахмет.